Баршаңызға сәлем, сіздермен Алмас Айтымов. Бүгінгі видео автокадтағы шаблондар жайлы болады. Автокадтағы чертеждеріңізді тез және көп уақыт жұмсамай, ыңғайлы түрде жасағыңыз келсе, онда шаблондарды қолданыңыздар. Мына көріп тұрған шаблон, бұл топосъемканың шаблоны. Бұл топосъемкада бізде модельде ештеңе болмайды. Зато мына жерде бізде дайын слойларымыз бар, объекттер орналасатын, және де дайын зарамочный оформлениеміз бар. Одан бөлек блоктарды да салып қоюға болады. Мына екінші шаблон, бұл строительный объектте жүргендерге арналады. Бұнда бізде дайын осьтарымызды салып қойсақ болады, өзіміздің локальный система координатта, және де исполнительный схеманың зарамочный оформлениясын салып дайындап қоюымызға болады. Бұл жерде жаңағы текстовый стильдер болады, және де размерный стильдер салу керек. Енді осындай шаблонды қалай жасаймыз, сол туралы айтатын боламын. Кеттік. Менде мынандай чертеж бар. Бұл жерде ең бірінші пустой чертежді ең бірінші жасайтынымыз ол система координатты ыңғайлап алуымыз керек. Локальный, городской система координаттар болса, осында сразу жасап алу керек. Оны мен алдыңғы видеода айтқан болатынмын, оны подсказкадан көретін боласыздар. Енді мына жерге біздер ең бірінші осьтарымызды салу керекпіз. Мысалы, менде локальный системада орналасқан осьтарым бар. Осына сала саламын сол жерге. Сіздердікі өз бөлек болуы мүмкін, өз осьтарыңызды салсаңыздар болады. Көшіріп салып аламын. Осьтар салдық. Енді менде мына жерде текстовый стиль, размерный стиль дейтіндер сразу түсетін болады. Бұл чертеждің ішінде болғаннан кейін. Егер ондай ештеңе болмаса, онда қандайда бір проектный чертежді ашамыз да, ашып қоямыз, қайтадан жаңағы шаблонымызды ашамыз дайындап атқан. И осы жерден центр управления көшеміз. Центр управления CU деп командный строкаға жазамыз. Енді мына жерде міне жаңағы 10 дегеніміз бұл проектный чертеж. И осы жерде мына блоктан бастап тип линияға не бар мына жерде? Осының бәрін өзіміздің чертежға салуға болады. Шаблон чертежімізға мысалы керектілерін, жаңа мен айтқан текстовый стильдер, осыны осылай белгілеп аламыз да, просто былай чертежға сала саламыз. Тип линии салуға болады. Келесі размерный стиль. Размерный стильді де салып аламын. Сон салғаннан кейін мына жерде мне уже мен жаңағы размерный стильдерім, текстовый стильдерім көбейді. Енді келесі кезекте мына жерде листтер ғана қалды. Листтарды дайын тұрған исполнительный схемаларыңыз болса, әлде басқандай чертеждер болса, содан импорт жасауға кеңес беремін. Мына жерде листқа оң жағынан басып по шаблону деп, сол шаблонымызды таңдаймыз. Жаңа листтер бар шаблон. Лист, қайда мұнда? Мына жерде жаңағы листтер шыға келді. Окей деймін. Мінекей, менің листтерім дайын тұр. Бұл жерде мен заранее дайындап қойған, мен сіздер бір бастапқыда өз объекттеріңізді жазып, фирмасын бәрін жазып, дайындап аласыздар. Лист дегенде өшіре саламын. Окей. Міне менде мына шаблоным, строительный объектке арналған шаблоным дайын, осьтарым орналасқан, система координаталарым бар. Мына жерде текстовый стильдерім бар, оформить еткенге керекті. И және де дайын зарамочный оформлением бар. Ал топосъемканың шаблонына келетін болсақ, онда тоже слойлары бар чертежді ашып аламыз. Мысалға, менде мынандай чертеж бар, условный знактары бар. Каждый условный знак менде мына жерде өзінің жеке слойларында орналасқан. Мына жерде менде ағылшынша слойлар,
оған назар аудармаңыздар. Мысалға міне, давайте мына жерден алайық. Мысалы колодец, кабель, мына жерде керектілерін бәрін көшіріп алып, или просто мысалы копировать етіп алып, жаңағы шаблон моделіне вставить ете салса, мына жерде мына шаблонның, то есть мына слойдың названиясы бәрі түсетін болады, блоктар түсетін болады. И просто удалить ете салам. Сонда мына жерде керекті слойларым шыға келеді. Енді осы шаблонды сақтаймыз. Сохранить как. Мына жерде тип файлаға шаблон чертежа dvt дегенді таңдаймыз. Ол мына жерде өзінің по умолчанию папкасын көрсететін болады. Шаблон 0 деп қойын. Сақтаймын. Бұл сақтағаннан кейін постоянно сіздерде осы жер, осы чертеж ашылатындай қылып істеу үшін мына жерде параметры настройка береміз де, файлы вкладкасында параметры шаблонов деген бар. Шаблон по умолчанию дегенге осы жерге жаңағы шаблонымызды таңдаймыз. Шаблон 0. Ашамын, применить. Окей. Енді мен күнделікті жаңа чертеж, новый чертеж ашып бастайтын болсам, осы шаблоным дайын тұратын болады. И күнделікті істейтін жұмысқа бұл өте ыңғайлы. Мысалы керек блоктың ойсын қалдырамда, қалғандарын удалить ете салып, мына жерге жаңағы пилон болса пилон, плашка болса плашканы салып, дальше өзімнің жұмыстарымды жасай беремін де, мұнда оформить ете салам, болды. Күнде дайын, басқа чертежден көшіріп жатпайсыздар. Сол осы видео ақпарат пайдалы болса, лайк, комментарий жазыңыздар. Басқа да мастерская геодезиста деген телеграм каналым бар, оғанда тіркеліп отырыңыздар.